Қаланың төккен Седек Боқтар иісі. Қатты сазы ма? Заводтың өте жақын, сол заводтың иістері көп келеді. Әсіресе жаздың күні дем аламай қалатын кездерімізде болады. Ауқастар ем алатын жердің сиқы осы. Күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген, соның салдарынан ауруханамыз ескі. Бұл қаладан келіп жатқан кәріз суы. Қолқаны қабатын иіс, ауада тыныстау мүмкін емес. Тіпті бір тұншықтыратын у секілді. Бұл тек тұрмыстық қолайсыздық емес, тұрғындардың денсаулығына төніп тұрған ашық қауіп. Үлкендерден болсын. Үлкендерден, пол жушапилерден. Не дейді? Не дегенде андай? Камерадан қарағанда көріш андай не ғой? Заттар қозғалып, бірден көрді дейме білмеймін, бірақ сен білмеймін. Камераға елестеп көрінген. Камераға елестеп көрінген ба? Аха. Дауыс шығып тұр. Бұл жерде негізінде қоршау жабық болу керек емес пе? Мұнда балалар ойнайды, көшенің қақ ортасы, былайша айтқанда орталық көшесі десе де болады. Қоршау жоқ, ешқандай қауіпсіздік шарасы сақталмапты да, ескере жүретін жайттар. Жұмыстарыңыз қалай? Ештеңе мұқтаж емессіздер? Жоқ, Аллаға шүкір, бәрі тұрмыз, міне жаңа бәрі істеп тұр. Жамбыл ауданы тарихы терең, табиғаты бай өңір. Дегенмен жайлы өмір үшін жол, жарық, ауыз су сынды қарапайым қажеттіліктер керек. Ауылдағы ағайынның шынайы мәселелері болса, құлақ түруге келдік. Жамбыл ауданының орталық ауруханасы. Уақыт сынынан өткен, бірақ күрделі жөндеу көрмеген нысан. Қабырғалары әбден ескірген. Мен айтпасам да көзбен көрініп тұр. Енді ішін көрейікші. Кіріп жатырық, күзетші ағамыз айтты, рұқсат алып келіңіздер деді, арнайы келістік. Бұл жерде науқастар жататын жер екен. Поликлиникасы ар жақта орналасқан екен. Науқастар ем алатын жердің сиқы осы. Аудандық емханаға келдік, енді больницаға кіруге рұқсат алуға басшысынан рұқсат сұрайық. Береді ме екен? Көрейік. Енді да аурухана ескі, 2003 жылдар соғыл басталған, 2000 жылдың басында 2004 жылы пайдаланысқа берілген. Одан бері жаңағыдай толық көлемде бір күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Соның салдарынан ауруханамыз ескі, оның барлық келген біздің жаңағы осы ауданға келіп, осы жұмыс сапарымен келгенде барлық депутаттарымызға да бәріне де көрсеттік. Енді ол бойынша біз сол бюджеттен қаржы бөлінсе деп тілегіміз сол енді. Жалпы апаттық жағдайда деп танылды ма? Жоқ, апаттық жағдайда емес, бірақ күрделі жөндеумен пристройка дейміз, қасына жапсарлас қосымша құрылыс жұмыстары қажет етеді. Қостөбеге келіп қалдық. Ауылда шешімін күткен мәселелер мен үміт отын маздатқан жаңалықтар бар болар деп. Ендеше Қостөбенің бүгінгі қалпына үңілейікші. Біз қазір Қостөбе ауылының маңындамыз. Мұнда жол тартсаңыз, дәл осындай ауыл маңында судың ағып жатқанын көресіз. Немесе тұншыққанын сезесіз. Бұл қаладан келіп жатқан кәріз суы. Қолқаны қабатын иіс, ауада тыныстау мүмкін емес. Тіпті бір тұншықтыратын у секілді. Бұл тек тұрмыстық қолайсыздық емес, тұрғындардың денсаулығына төніп тұрған ашық қауіп. Бұл мәселенің көтеріліп жатқанына біраз жылдар болды. Бұл жерде тағы бір мәселе, бұл кәріз суы трубамен аққанда, анжақта жүйенің шірігенінен болған мәселелер бар, алқапқа тарап жатыр су. Бұл жерде шіріген жүйенің иісі судан, алқаптан ғана емес, жұмыстан да, тірліктен де көрініп тұрғандай. Қостөбенің ішіндеміз, мұнда қарасақ газ тартылған, жарық қойылған, асфальт төселген. Өзге тағы қандай мәселе болуы мүмкін? Сұрайықшы. Мектеп соғылып отыр екен, ә? Соғылып отыр. Мектеп қай жаққа барасыздар, қай жақта оқисыздар? Жамбыл балалар. Ауданға бара ма? Тасима автобус. Көш ауылы.
А көрші ауылда ғой да? Тегін тасиды? Ой, жақсы екен. Кәріз жүйесі ауылдарыңыздың қасында деп. Сол енді сол проблема енді сасиды. Табан кешкісін азанғысын. Бар осы ауылда бір кәріз жүйесіне иіс шығады дейді. Біз кеп көріп шыға ма, иіс шыға ма? Шығады. Қай уақыттарда шығады ол? Кешкісін 8-9-ға таман шығасы ғой. Қалай шығады дейсіз? Қаланың төккен седек боқтары иісі. Қатты саси ма? Иә. Ауылдың трансформаторы дауыс шығып тұр. Бұл жерде негізінде қоршау жабық болу керек емес пе? Мұнда балалар ойнайды, көшенің қақ ортасы, былайша айтқанда орталық көшесі десе де болады. Қоршау жоқ, ешқандай қауіпсіздік шарасы сақталмапты да, ескере жүретін жайттар. Ауылдың тәрбиесін айтсайшы балаларынша. Қарасаң бәрі келіп қазір амандасады, мұнда келе жатыр ғой, бәрі амандасып жатыр. Алейкум ассалам. Маладес. Қай класс оқисыңдар? Алейкум ассалам. Заводтың өте жақын, сол заводтың иістері көп келеді. Әсіресе жаздың күні демаламай қалатын кездерімізде болады. Екеуі араласқан кез. Иә, есік терезе ашамай қалатын уақыт. Өтер иіс келеді, демаламай қаласың. Үйге кірген кезде өзімде көп болған ондай. Форточканы жауып үлгере алмай қаламыз жаңағы. Саған солай үлгерім. Сондай иіс келеді, таңға жоқ, түнде ұйықтап жатқан уақытта. Ауылдағы мәселелер тек қана кәріз жүйесінің иісі емес, яқтағы зауыт, қалада тұрған зауыттың иісі келеді екен. Ол келген кезде жай иісі келмейді. Үйге кіргенде даже форточканы терезені жауып үлгермей қаламыз деп жатыр тұрғындар ше. Масқара ғой, бұл ауылда иіс басты мәселе болып тұр. Ал жалпы тұрмысқа жағдай жасалған жол, жарық, свет, газ, интернетте средний болады. Жақсы. Тек сол мәселе. Жаңа арғы көшеден екінші көшеге өттік қой біз. Сол кезде жаңа көшедегі трансформаторды көрсеттім, иә. Мен дәл осылай тұру керек қой. Осылай сеткамен қоршалған. Бірақ мына жерде мынандай емес, не тұру керек, құлып тұру керек. Осылай балалар қауіп төнбес үшін, мен дәл қарасаңыздар, көшенің қақ ортасы, кішкентай балалар да мен көшеде ойнап жүр. Егер мына сетка болмаса, енді бұл балаларға түсіндіре алмайсың ғой, оның қаншалықты қауіпті екенін. Шығып кетеді, тоғырады. Сол кезде бармақ тістеп қалмас үшін алдын алу керек та барлығының ше. Қостөбе ауылының ішіндеміз. Мұнда сіздер салсақ, Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Қостөбе ауылында 100 орынды мектеп құрылысы салынып жатыр екен. Іргетасы енді қаланып жатыр. Мұнда жол жоқ екен. Әдеттегідей көрейік. Біз әр ауылға барғанда медициналық пунктті бір қарамай өтпейміз. Қарайық, кеттік. Мына жерде медициналық пункттың жағдайы аудандағы ауруханадан жақсы сияқты сырты. Қолданысты жарт, сұрайықшы, көрейік, ашып. Үзіліс кестесі 2-ге дейін дейді. Ашыл? Ашыл екен. Мен танысуға келдік, көрсетуге елге. Келіңіздер. Қалай? Бәрін реттеп атқаныз қағаз болатын, бәрін реттеп. Жұмыс болған жерде қағаз болады. Енді аға. Басшы шынайық. Соғын бәрін реттеп. Жұмыстарыңыз қалай? Нормально, бәрі жақсы. Ештеңе мұқтаж емессіздер. Жоқ, Аллаға шүкір бәрін. Компьютеріміз міне жаңа бәрі істеп тұр. Кабинеттерін бәрін көріп суретке түсіріп алыңыздар бәрін түгіл. Мақтанып көрсетерлік дей ма? Нормально. Ендеше көрейік. Көріңіздер. Көрсетіңіз, таныстырыңыз. Осылай қарсы алсақ. Не, барлық хабарыңыздар ма? Сіздердің ауданға келіп жатырық, енді ауылды келіп жатырық қой, сіздердің аудан бастап. Мынау біздің акушерлік қабылдау бөліміміз мынау. Жап-жаңа аппараттар. Жап-жаңа. Қашан берілді бұл? Декабрьдің 27-сіне кірдік. Қолданылмаған сияқты одан? Қолданылмаған сияқты, қажетке жа... Енді мыналарды енді пока қолданылған жоқпыз енді. Сіздерге үйретілді ма бұл қалай қолданылатын? Жоқ. Үйретілген жоқ аха, бұны әлі іске қосылған жоқ әлі бұл аха. Тамаша, ары қарай көрейік. Мынау процедурный кабинетіміз. Холодильник. Иә, холодильник бәрі. Дәрі-дәрмектер тұрады. Жағдайын бәрі жасалған. Тамаша. Бар болған новый, жай бір көріп амандасып шығайық деп сіздерге. Істеріңізге сәттілік. Шоқай ауылына келіп қалдық. Мұнда қандай түйткіл бар? Себебі шешім де, серпін де шын жағдайдан туады.
Ендеше Шоқай ауылының тыныс тіршілігіне көз жүгіртейік. Шоқай ауылының дәл орталық көшесіндеміз. Жол жап-жаңа, теп-тегіс, нан жаюға болады деп сипаттайын ба. Газ бар, жарық бар, ауыз су бар. Басқа қандай мәселе болуы мүмкін? Енді басқа ауылдардан да өзге де мәселелер шығып жатыр ғой. Көрейік, сұрайық, тыңдайық. Заводтан енді түтіннің иісі келсе келетін шығар, бірақ жаңа кәріздің иісі келмейді. Ол негізінен жалпы Қостөбенің тұсында масса шамада сеземіз. Қандай иіс бір? Зияны бар ғой. Сасық иіс, газдың иісі, бензиннің иісі сияқты сондай. Аралас қой, күкірттің иісі ғой, бір сөзбен айтқанда. Ауылды көріп, риза болып келе жатырық қой әкімдіктің жұмысына. Жол барлығы бар деп, тек бір мәселені қазір өзіміз куә болып кездесіп қалдық, бетпе-бет дейміз ба? Су алуға дүкенге кірген едік, онлайн төлем жасау үшін 20 минуттан аса тұрып қалдық. Сет жағы, интернет жағы қиын екен, бірақ ана бір жерде сол неңкі болу керек, сеттікі болу керек, әлеуметтік желіге кіруге мүмкіндік аз екен бұл жақта. Соны қарастырса, барлығы тамаша болмақшы. Ауылдың футбол ойнайтын алаңшасы бір жақсы түнде де ойнауға мүмкіндік бар екен. Мұнда көптеп свет орнатыпты. 1, 2, 3, 4, 5, 10 жағынан свет орнатылған ғой. Түнде де ойнауға мүмкіндік бар. Менің байқағаным Жамбыл ауданының ауылдарындағы ең үлкен мәселе осы трансформаторды қоршау сияқты. Мынау қауіпті ғой мынау. Қоршау болу керек, балалар ойнайды, көшенің қақ ортасы айдалада орналасса бір жөн. Ауылда авыртқа су жоқ қазір бірінші мәселе. Интернет слабый ауылда. Байқадық. Интернет жоқ көріп. Ауылды көшелерде жарық жоқ. Мына жарықтар жанбай ма? Бұл жанады, бұнда тек қана асфальттан бастап былай мектеппен жанады, яғни көшелер жанбайды, жарық. Қалайсыңдар? Не бар ауылда? Қандай көретін тамаша қызықты жерлер бар? Үлкендерден, пол жушапилерден. Не дейді? Не дегенде андай. Камерадан қарағанда көріш андай не ғой? Заттар қозғалып, бірден көрді дейме білмеймін, бірақ сен деймін. Камераға елестеп сөйтіп көрінген. Камераға елестеп көрінген ба? Қай мектепте? Жаңа мектепте ма бұл? Жоқ. Наяқта да болған. Наяқта көп болған. Екі мектепте. Екі жақта да жағдай болған. Жаңа жылға барғанбыз. Түнде ғой, кешке дискотекаға барғанбыз. Туалет жаққа қарай екінші этаж шығып барадасың. Ар жақтан досымыз көріп, құбайгымыз көреміз былайынан. Не бар ғой, бұрылыс бар ғой, былай кететін жер. Сол жақтан не болған көріп. Былайынан. Мына жерде кабинет тұр, былайынан жүріп кететін, бас балғынан түсіп кететін бар. Сол жақтан бірден қимылдайды да, қап-қара бірден ше. Қимылдап былайынан ұшып өтеді да. Енді ауылдағы 2023 жылы қолданысқа берілген білім ошағына келіп қалдық. 150 орынға арналған мектепті көрейік. Саламатсыздар ма? Қайсыздар, саламатсыздар. Не жұмыстарынша, ремонт жұмыстарын бастап отырмыз. Сіз жылда уже ремонт қалай бір жыл емес қой, жоқ, әшейін кішкене төмен жақтарын дұлып тиеді, дұлып тиеді, сондайларды әктеп, тазалап. Мердігерге рахмет, әдемі неден жасағандар заттарын. Ұнады бізге мектебіміз. Керемет. Мынандай жерлер болған енді. Бұяқта да сүрді. Жинап теріп, кремдерін жинап, не қылып жатырмыз енді. Кішкене косметический тазалап. Қазір ауылда енді мұғалім саны жеткілікті ма? Кейбір жерде жеткіліксіз болып жатыр. Жеткілікті. Қаладан стикендер бар. Осындайлар бар енді оны қайттан ремонттайды екен. Жоқ, сол емес. Осы жерде трещина болған. Мына бөлік, үш бөлікке соғылған екен мектеп ше. Сол жалғанған жері екен ғой өзі плитасы. Су өткен жоқ, су өтпейді. Су өтпейді ана өзі. Дәл қазір Жамбыл ауданының аудан орталығында орналасқан ішкі саясат бөлімінің жастар ресурстық орталығына келдік. Көрейік қандай жаңалықтар бар екен. Аудандағы жұмыссыздық деңгейі жастарда қалай болып жатыр? Енді ауданда жұмыссыздық деңгейі біз өткен жылы НИТ санатындағы жастар 2300-дей болатын болса, біз қазір оны
жыл аяғына дейін 1300-бен аяқтадық. Қазіргі таңда 700-ден аса неге түсірдік. НИТ санатындағы ЦКС деген база бар, сода тіркеліп тұрған азаматтар. Енді өзіңіз соған қарап бағамдай берсеңіз болады. 2300 азамат болған. Қазіргі таңда ауданда ішкі саясат қарайтын медиа орталығы жұмыс жасап жатыр. Одан кейін бізде түрлі жұмыстарды жүргізу мақсатында мұнаяқты біз қазір жабдықтадық. Бұл жерде өзіміздің қазіргі таңда эфирлеріміз өтеді. Мынаның барлығын жастар өздерінің қолдарымен жасап шыққан дүниелер. Мынау барлығы біздің өткізілген шараларымыз. Қандай шаралар, мына жеткен жетістіктер. Енді Алла қаласа, медиа орталығымен бірге енді әлі толыққанды біткен жоқ. Істеу жұмыстар жүріп жатыр. Осы аптаның аяғына, болмаса келесі аптаның ортасында толық біз бұл жерді студия қылып жабдықтап бітетін боламыз. Сосын жастар да, медиа орталығы да бұл жерді жұмыс пайдаланады. Бұл идеялар басқа жақта жоқ қой? Сіздер өздеріңіз ұсындыңыздар ма? Енді барлығы ұсыныстан болады ғой. Ұсыныссыз ештеңе болмайды ғой. Қанша болды машалла? Енді әлі толыққанды ашылған жоқ. Бірақ біз өзіміз басқа өзіміздің бір студия ретінде пайдалана береміз шараға. Ал енді медиада жаңағы осы сұхбат беру, жаңағындай осындай не болу үшін әлі жұмысын енді бастайды. Жалпы осы бір жыл ішінде мемлекеттік бағдарламаларды ауылдық жерлерде түсіндіру жұмыстары қалай жүріп жатыр нақты? Қазір біздің ауданда 53 мыңға жуық халық болатын болса, әрбір тұрғынмен тікелей жұмыс жасау мүмкіндігі жоқ қой. Сондықтан бізде аудан әкімдігі ішкі саясат бөлімінің медиа орталық мекемесі бар. Жаңа жұмысымен өздеріңізді танысқан болуларыңыз керек. Қазіргі таңда өте белсенді жұмыс жасайды. Біз сол әлеуметтік желілер арқылы, инфо бағыт арқылы біз қазіргі таңда халыққа кеңінен жұмыс жүргізудеміз. Енді мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар арқылы қандай қоғамдық маңызы бар мәселелер шешіліп жатыр екенсіз? Өткен жылы біз ауданға осы республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшелерін шақыру арқылы осы аудан тұрғындарына жақсы ұлттық салт дәстүрлермен осы діннің байланысы арқылы бір үлкен семинар өткізген болатынбыз. Нәтижесі бар, әрине. Әсіресе мынау кәсіпті жаңадан бастап жатқан әйел азаматтар үйде отырып жаңағыдай кәсіпке бет бұру бойынша біз білікті лекторларды, білікті практик кәдімгі кәсіпте жүрген азаматшаларды шақыру арқылы біз сол кісілерге ақпарат беріп түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.